Мына Т деген сөз білесіңдер ме, не қандай мағына береді? Труп деген сөз мағына береді. Ал кеттік, бұл крузактың өзінде бұл моторлар өліп жатыр, капиталит еткен, қайтан май жеп кеткен ғой. Бұны газельге салат, 2 УЗ, мына жерде қарасаңдар. Ана жерде қазір көрсетемін, увеличить етемін. Самый типа распространенный мотор газельге салатын. Мен болсам бұны едім. Мен үшін бұл сорлы мотор да. Бірінші ГРМ ремень. Жаным жеп көреді ГРМ ремень. Қазір Япония цепнойда жасап жатыр. Цеп пен ГРМ оларда разница жоқ, ресурстары бірдей ақ. Өзгерген ештеңке жоқ, сол жартас өзгерген ештеңке жоқ. Лучше ремень шығара берген дұрыс еді Японияның ше. Өйткені қазір көп моторларында цеп салған, цебінің ресурсы ремменьмен бірдей ақ, өзгерген ештеңке жоқ. Сондықтан мен газельге мысалға Ягуардың моторын салар едім. 4x4-сінше ол мотордың моделін біреулер сұрап жатыр. Ол былай моделі 4x4 8 деген енді 8 цилиндр ғой, PN деген мотор, PN Ягуар мотор. Оның салмағы жеңіл, во-первых, мынада чугунный блок қой. Ода алюминиевый блок, бірақ гильза немене, шойын, чугунный гильза. И мына сорлыдан 4x7-ден оның аттың күші көп. Ягуардың моторында ше 4x4 бола тұра, ода 306 аттың күші. Range Rover'дің моторында тұрған ше 4x4 бола тұра 306 аттың күші. Мына сорлыда 4x7 бола тұра 236 ма, где-то сонда 230 аттың күші дейікші, плюс-минус 230 аттың күші 4x7 бола тұра. Содан ақ белгілі да, бұл объем үлкен бола тұра, күші аз. Ягуар моторда крутящий момент 440, мынада 420 где-то плюс-минус. Крутящий моменттен да даже проигрывает мынау. 2 УЗ газельге сасаң. Range Rover моторын сабасаң, ол неме, аттың күші де көп, крутящий моменті де көп. И салмағы да жеңіл мынадан. Ал еще Range Rover'да мынандай мотор бар. 4.2 суперчаржет компрессор былай айтқанда. Ода 400 аттың күші. Ойландыр, мына 2 УЗ саласың газельге, 235 аттың күші, где-то плюс-минус 230-235 аттың күші. Анада 400 аттың күші ғой, 4.2 объем бола тұра. Ол да сол жаңағындай блок жеңіл, салмағы жеңіл мотордың. И чугунный гильза завода. Оларда плюсы, жирный плюс, Ягуар моторда ремень жоқ оларда, цепной ГРМ. Вот, мен өзім цепной моторларды ұнатам, сондықтан мен цепной салар едім. И аттың күшінен де ұтатты, ол Range Rover'дің моторлары ше, лошадиных сил ұтып кетеді. И бірақ мына немелер бірдей, клапан регулировка, теңшеу, что Ягуар моторда да стаканы стоят регулируемые, мынада да сондай стакан. Конечно, гидрокомпенсатор болған дұрыс еді, негізді газбен жүретін болсаң, мынада газ ғой, былай айтқанда. Газ форсункалар тұр міне. Анау Range Rover айтып атқаным, уже 12-13 жыл болды, газбен келатыр, БРС системамен, өзінің родной клапанымен келе, әлі ауысқан жоқ, бәрі родной ғой, газбен шыдап келатыр. Мен таңғалам да вообще. Мыналарың УЗ, ЖЗ сабалады, елдер газ салады, сонымен газельге салады да. Содан шықпайды, клапан күйіп кетті. Анада Range Rover'дің салмағы 4,5 тонна, жыртып айдағаның өзінде уже 12-13 жыл болып қалды уже міне. Шыдап келатыр. Сондықтан мынау мен үшін труп деген белгі береді. Басқаларыңды білмеймін, мен үшін труп. Таза труп қой ол.